12-14 ақпан аралығында педагог статусына тест тапсыруға регистрация ашылып жатыр. 12 мен 14 аралығында тіркелесіздер, 14 мен 17 аралығында тест тапсырасыздар. Барлық педагог кадрлар жұмыс ауыстыратын, диплом алатын, олар тесттен өту керек. Сол үшін тестқа тіркеліп тест тапсырып үлгеріңіздер. Любой интернет-браузерге apptestcenter.kz жазасыз, дәл осындай страница ашылады. Басасыз. Тілді таңдаңыз деген жерде қазақ немесе орыс тілінде регистрация жасайсыз да таңдайсыз. Дәл осындай страница ашылады. Бұрын тіркелген болсаңыз, тіркеліп тесттен өте алмай қалсаңыз, сіз бұрынғы регистрацияда почтаңызбен, пароліңізбен кіре бересіз. Ал бұл жолы регистрация жаңадан жасайтын болсаңыз, зарегистрироваться батырмасын басасыз. Сізден электронный почта сұрайды, почтаны жазып, зарегистрироваться батырмасын басасыз. Сіз жазған электронный почтаға ссылка жібереді, сол ссылка менен кіріп, сіз пароль қоясыз. Сіз жазған электронный почтаға дәл осындай ссылка келеді. Электронды мекен-жайды растау деген зеленый кнопканы басасыз. Одан кейін сізде тест-центрдің страницасы ашылады. Міне қараңыз. Иіңіз жазасыз, сіздің аты жөніңіз автоматически шығады, номеріңіз жазып, сохранить етесіз. Иін бұрын тіркелген болса, екінші рет тіркеле алмайсыз. Сохранить, сізде личный профиль ашылады, и одан кейін заявка деп басып, педагог статусына деп именно таңдап, категорияға емес, статусына деп таңдап, заявка бересіз, уақытын, күнін, орнын таңдайсыз.